Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге испанский чизкейктің оригинал рецептісін дайындайтын боламыз. Бұл чизкейкті жасауға бізде миксер керек емес, бәрі өте оңай жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздегі ең басты маңызды жайт ол барлық ингредиенттер бізде бөлме температурасында болу керек. Бөлме температурасындағы сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырдың үстіне қантымызды саламыз. Одан кейін шанышқынымыздың көмегімен осылайынан араластырып алатын боламыз. Бізде сүзбелі ірімшігіміз бөлме температурасында тұрғандықтан өте оңай араласу керек, жұп-жұмсақ болу керек. Шанышқының көмегімен араластырғанда қант екеуі бірге жақсылап бірігуі керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде екі қоспамыз өте оңай араласты. Міне осындай жұп-жұмсақ болып шықты. Енді үстіне мен жұмыртқаны қосамын, және де клейге, яғни сливке қосамыз. Міндетті түрде 33%-дан жоғары болу керек. Менде 33%-дық сливке қолданып жатырмын. Енді қазір осының барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз, немесе венчик болмаған жағдайда шанышқымен де араластыруға болады. Біздегі барлық қоспамыз жақсылап араласқанға дейін венчигімізбен араластыра береміз. Тағы да міндетті түрде айтып өтейін сіздерге, барлық қоспаларымыз бөлме температурасында болуы керек. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді қазір мен үстіне жүгері крахмалын қосамын. Жүгері крахмалын қосқаннан кейін осылай ортаңғы бөлігінен бастап жақсылап міне араластырып алатын боламыз. Бізде осы жүгері крахмалы толықтай сұйықтығымызбен араласып кетуі керек. Міне біздің сұйықтығымыз қараңыздар осылайынан араласып жатыр. Міне осындай болды. Дайын болды. Енді қазір біз формамызды дайындаймыз. Мендегі форма диаметрі 22 см. Ең астыңғы бөлігіне мен фольганы қойдым. Одан кейін кольцомызды қойып, енді үстіне пергамент қағазын төсейтін боламыз. Пергамент қағазын біркелкі орналастырмаймыз. Бізде керісінше осылай шетіндегі майысып орналасқан болса, біздің чизкейкіміздің түрі әдемірек болады. Осының ішіне біз сұйықтығымызды толықтай құямыз. Құйғаннан кейін осылайынан міне қимылдатып сәл қозғап жібереміз қолымызбен. Енді алдын ала қыздырып қойған 200 градустағы температурада 80 минут пісіретін боламыз. Бізде 80 минут уақыт өткен кезде осылайынан міне қимылдап тұру керек ортаңғы бөлігі. Осылай болғаны дұрыс, және де осылай болуы керек. Міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште пісіріңіздер. Одан кейін міндетті түрде 2-3 сағат бойы салқындатып алыңыздар. Менде 2-3 сағат бойы салқындады. Қазір сіздерге кесілген бөлігін көрсетейін. Бізде міне осындай әп-әдемі өте дәмді болып шығады. Ең бастысы өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де видеоны өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліңіздер.